Сәлем достар, бүгін осылай тәбетті ашатын өте жеңіл салат түрін дайындаймыз. Ол үшін айсберг салатын осылай қолымызбен бірнеше бөлшектерге бөліп аламыз. Суға піскен жұмыртқаны ірілеу көлемде турап дайындап аламыз. Қиярды жуып тазалап, жұмыртқаның көлеміндей турап шығамыз. Қалаған көк шөп түрлерін қоссаңыздар болады. Мен бұл жол укропты қостым. Барынша ұсақтау етіп турауға тырысамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосып, үстіне аздап қаймақ қосып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай кез келген дастарханымыздың сәнін келтіретін, жеңіл қорытылатын салатымыз дайын болды. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар.